Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңіздер, сіздермен бірге Мұрат. Достар, бүгін негізі мен видео түсірмеймін деп ойлағам, негізі қазір ойлап отырдым да, мынау такси жұмысы қандай қиын екен есіме түсіп қалды. Себебі міне 10 күндей болып қалды, 7 май, бүгін даже 15 күндей болып қалыпты. Мен такси жұмысына шығып жүрген жоқпын. Себебі 7 май күні мен Астанадан Шымкентке бардым. Шымкентте 1-2 күн жүрдім, аяғымды сындырып алдым. Содан кейін келдім, жатырмын әлі, мынау Балтақтарда жатыр. Бүгін негізі 25 мамыр. Мектеп бітті, Құдай қаласа, бүгін барлықтарыңызды құттықтаймын. Осылай кішкене жөтеліп қалдық. Одан кейін мен қазір есіме түскені, кішкене ыңғайлап отырып алайын. Есіме түскені, мынау Яндекс такси, яғни Яндекс емес, барлық таксиның не деген жұмыс қиын екенін қазір ойлап отырып түсіндім. Себебі таңертең таксиде ақша табу үшін сағат кейде 5-те тұру керек, кейде 6-да тұру керек. Сіз государственный жұмысты істейтін болсаңыз, немесе басқа бір бизнеспен айналысатын болсаңыз, ондай қатты ерте тұруды қажет жоқ. Негізі ерте тұрған жақсы ғой, әрине, тұрып, кітап оқып, кішкене миды қалай айтамыз, бір жақсы нәрсемен бастасақ, кітап оқып, бір мотивация, бір кішкене видео тыңдап деген сияқты. Солай, бірақ таңертең ерте тұрып, машинаны жуып, таксиге шығу өте қиын. Негізі өзім мынау үйде отыратын адам емеспін, далаға шығып, әйтеуір бірдеңелер бітіріп жүргім келеді, бірақ амал жоқ, мынау мені ұстап отыр. Аяғым сып кете береді жүрсем. Бір ай жату керек деген, енді 2-3 күн жатам, шығып кетем, 2-3 күн жатам, шығып кетем. Сондай болып жүр. Бұл не үшін есіме түсті, бағана YouTube-ға кіріп қарасам, бір комментарий қалдырған екен, мәке енді жұмысқа қашан деп. Жұмысты білмеймін. Піше шыққым келіп жүрген жоқ. Бірақ үйде де отырғым келіп жүрген жоқ та. Соған мынау YouTube-ты бір жақсылап тұрып дамыту керек еді. Осы YouTube каналымды. Мен кішкене свет қоспасам, қараңғылау сияқты жер. Максимально осыларды пайдаланамыз. Ағаштың да пайдасы бар екен. Яндекс деп жатырмын. Такси саласының қиындығы бағана таңертеңнен бастап жақсы настроениемен шығасыз, бірақ мынау кейбір жолаушылар адресті дұрыс көрсетпейді, где я дегенді баса салады, интернет дұрыс істемейді да, басқа жерге шақырады. Немесе 4-5 адам шығып алады да, ой, ты обязан, анау, мынау деп, өздерінің міндеттерін білмейді да, сенің міндетіңді бір-екеуін жаттап алған, соны айта береді. Мәдениетсіздік, өзін істеп провокация жасайды, сен жыныңа тиеді, настроение түсіреді. Енді такси жұмысы ғой, бұлай істемесең басқа амал жоқ қой дейсің да, 4-5 заказды апарасын үндемей, одан кейін бастайды. Намысыңа тиеді, сені адам ретінде көрмейді. Қалай болса солай шақырып аладан, я тебя не вижу деп айқайлай береді. Бұлай ары бері қарамайды, шақырған жерінде место жоқ. Әйтеуір негізінде таксиде солай водительмен жолаушы өте көп қырылысады, өте көп. Солардың барлығын ойлап отырмын. Бұлай қарасам, ішім пысып үйде отырмын, бірақ мынау ми деген рахаттанып демалып жатыр. Өткенде бір кітап оқып алдым, бір күнде таңертеңнен түнге дейін арасын үзіп оқып бітірдім, рахаттанып қалдым. Қазір ойлап отырмын, не деген рахат таксиге жұмысқа шықпау. Көп адам ойлайды, ой, ол жақта ақшаны қырып табасың, байып кетесің, миллионер болып кетесің, оның барлығы өтірік. Біраз міне 7-8, өзім 16-та машина алдым, 17-те кішкене бастадым, 18-ден бастап, 17-ның жартысынан бастап, болны таксидем. Міне қазір 24-ші жылдың мамыры. Бұлайын айтқанда 7-8 жыл болып тұр ғой. Бірақ таксиден байып кеткен жоқпын.
Аллаға шүкір, мынау ютубты жүргізіп кішкене ана кеше $133 түсті 3 айға. Енді ол көп емес, бірақ осыны дамытсақ ютубтан ақша істеуге болады. Көп адам реклама жасап жатыр ғой, ютубтан ақша істеңіз. Негізі ол бар нәрсе, бірақ просмотр өте көп болу керек, идея көп болу керек, күнде позитивный болу керек, күнде видео түсіру керек, күнде монтаж жасау керек. Мен мынау таксимен олай жасай алмаймын. Таксиде 2-3 күнде бір мінекей деп 1-2 зат қана түсіреміз. Солай енді. Сол үшін мынау таксиге жоламаңыздар. Қарным ашып кетті, негізі бар ғой. Рамьон дайындап алғам. Негізі корейстер сковородкамен немен жейді ғой. Солай дәмдіме деп қалдым. Кішкентай кесе бір легенге салмай, осы сковородканың өзінде рахаттанып жесеңіз күшті екен. Негізі барлығы бизнеспен айналыс дейді ғой. Бизнеспен айналысу үшін мен қарным тоқ болмасашы, басым істемейді. Мен қарным всегда тоқ болу керек. Сол кезде бас жақсы істейді менде. Бір кәсіп бастау үшін сол кәсіпте жұмыс жасау керек. Көп адам маған айтады, мәке, сен арендаға машина бересің. Құдайға шүкір, қазір өздері жауып жатыр. Жоқ, өздері жауып жатқан жоқ, өтірік айтамын. Себебі мен өзім істеп қосам, әйелім істеп қосады. Мынау ютубтан түседі, кейде рекламадан түседі. Соның барлығы сол жаққа кетеді. Кредитін жауып жүрмін. Құдай қаласа енді осылай болып тұрса, машиналар сынбай, анау біз ойлағандай болып тұрса, 2-3 жылда жақсы неге кіреміз деген үміттен, бірақ 2-3 жылдан кейін машиналар бағанадай болып кетеді. Өздеріңіз көрдіңіздер, мен автосалоннан алған машинаның өзі бағанағы қалай айтамыз, кішкене нашарлау. 8,5 мың жүргенде осындай сынып қалып жатыр. Қалай айтады, расходниктер шығып жатыр. Негізі шықпау керек ол. Мен 2020 жылғы акцентім бар, артқы барабан кетті. Қазір пробег 150 мың. Ойлаңыздар, 150 мыңда бірінші рет колодка, артқы колодкасын ауыстырып жатырмын. Алдыңғысын 2 рет ауыстырған. Дисканы 1 рет тачит еткем. 90 мың кезінде. Мен ойладым, сол кезде жақсы колодка қоймадым деп, сол үшін. Ал мынау Кияда, көрдіңіздер. Арендаға беретін болсаңыздар, машина тез тозады. Енді мен айтайын дегенім, бір кәсіп бастау үшін сол бастайын деп жатқан, сізге ұнап жатқан кәсіпте сол жұмыста істеу керек. Болмады дегенде 6 ай жұмыс істеу керек. Сол кезде 6 айда кішкене сіз түсінесіз, қандай минустары бар, қандай плюстары бар, қай жерде қалай істеу керек, шикізатты қайдан алу керек, егер бірдеңе өндіретін болсаңыз, өндіргеннен кейін оны қалай сату керек деген сияқты сіз жұмысқа орналасуыңыз керек. Кәсіп бастаңыздар деп жатқаным, енді примерно түсіндіріп жатқан ғой. Сіз мысалы жұмыста жүрсіз, машинаңызды сатасыз, сразу кәсіп бастау керек. Жоқ, олай болмайды. Кейбір адамдар, кәсіп анау біреуден не істейді, анау мынандай бәлендей ақша тауып жатыр дейді. Сосын біздікілер, давай мен де машинам сатайын, үйді залогқа қояйын дейді да, қателік жасайды. Жоқ, бірінші сол салада жұмыс жасау керек. Кәдімгі жұмыскер болып жұмыс жасау керек. Сол үшін кәсіп бастаңыздар, кәсіп бастаудан бұрын сол салада жұмыс жасаңыздар. Енді мен, Құдай қаласа, әлі мен бір 20 күнде жатуым керек. Аяғым жақсы болып кеткенге дейін мен 2-ші рет рентген түсіруім керек. Аяғым қалай болып жатыр, соларды әлі істеген жоқпын. Кішкене соншама жылдан кейінгі шаршағандарымды шығарып жатырмын да, таксиден шаршағандарымды. Енді Құдай қаласа өзімді қолға алып, видеоларды түсіріп,
жақсы контенттер түсіріп, солай тырысам. Таксиге бармауға тырысам. Өте қатты тырысам. Бірақ енді бір сала таппайтын болсам, амал жоқ, уақытынша барам. Негізі таксиге білесіздер, барлығы айтады қазіргі таңда уақытша келу керек. Сіз жұмыстан уақытша шықтыңыз, сокращение болды, тағы бірдеңелер болып қалды, жұмыстан шықтыңыз, одан кейін 1-2 ай жұмыс істеп, содай таксиде, содан кейін қайтадан кіру, чтобы үйге нан, сүт алып келуге. Біздікілер қазір анау машинаны тегін беріп жатқан сияқты, без первоначальный алып жатыр. Одан кейін 1-2 айдан кейін, мысалы қазір такси жазда жақсы болуы мүмкін, бірақ әлі қатты былтырғы сияқты, одан бұрынғы жылдар сияқты жақсы болып жатқан жоқ. Көп адам жалып жасап жатыр, себебі қазір 2-ның бірі таксист. Не үшін? Себебі досы машина алды, таксовать етті кезінде, жақсы ақша тапты, бір машина қалды өзіне, ол да шаршады. Бірақ машина алып алды. Бір үйге первоначальный жинап алды. Сол кезді көріп, қазір барлығы такси болып жатыр. Мынау машиналар тегін беріп жатқан сияқты, айына 300-400, кейбіреулері 500-600 мың төлейді. Олардікі өте қате деп ойлаймын. Мен таксовать етіп мынандай төлеп тастаймын деген ойларыңызды алып тастаңыздар. Осылай достар, сіздерге бір кішкене болса да мотивация берейін деп шештім да бұл видеода. Үй жұмыстың қиындығын айтып өтіп кеттім. Сол үшін такси саласында жүрген болсаңыздар, барынша тезірек бұл саладан кетудің жолын ойластырыңыздар. Барынша басқа жұмыс табуды ойластырыңыздар. Мен де сол ойлап жүрмін, қандай жұмыс жасасам болады. Осы машинаға байланысты деп жүрмін. Мен өзім ойым бір СТО-ға или май ауыстыру орталығына жұмысқа кіргім келіп жүр. Егер жақсы жұмыс табатын болсам, сондай жерлерге кіріп, машиналар майын ауыстырғым келіп жүр. Білмеймін енді, бұл әлі бір нақты тоқталым емес, менде бір жағынан ойлап қойдым осыны. Келесі видеода, Құдай қаласа, келесі жөтел не болып кетіп жатыр, оның үстіне жөтеліп қалғанын айтпақшы. Мына комментарияларда көбісі не істеп жатыр? Мәке, сауығып кетіңіз, денсаулығыңыз Алла шипасын берсін деп жақсы ниеттер білдіріп жатыр. Жауап қайтара алмай жатырмын, себебі басқа жұмыстарым, үйде отырғанмен жұмыстарым көбейіп кетіп жатыр. Солай достар, келесі видеода, Құдай қаласа, мынау қазір рассрочка деген басталды. 0024, кейбіреулер 0036 деп жатыр, кейбіреулер рассрочка 0084 деп жатыр. Сол жөнінде кішкене өз ойымды айтып, себебі мен автосалонға барып сұрап көрдім, қандай не болып жатыр деген сияқты. Соны келесі видеода айтатын болам, Құдай қаласа. Барлықтарыңызға рахмет, видео кішкене пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда кездескенше, Құдай қаласа, мынау аяқ жазылып кетсе, Астананың көшелерінде кездескенше, сау аман болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.